Ассалаумағалейкум достар, сіздер Алпамыс Оке YouTube арнасындасыздар және бүгін біз әлемді өзінің вес тастап арықтауымен таңғалдырған америкалық Кристина Филлипс деген қыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, дәл осы видеоны до конца көріп, лайк басып және өз ойыңызды міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Қазір барлығы айтуы мүмкін: Алпамыс бір басқа тема таппадың ба? Азып жатқан адамдар қаншама ғой деп ше. Я, сіздер дұрыс айтасыздар. 10 килограмм тастап атқан, 20 килограмм тастап атқан, 30 килограмм тастап атқан адамдар өте көп. Даже до и после деп суреттерін салатын адамдар да қаншама. Бірақ өзі 321 килограмм болып, артынша 238 килограмм тастап 83 килограмм болған адамдар, мен ойлаймын, ондайлар өте аз шығар. Солардың біреуі дәл осы Кристина Филлипс. Неге Кристина Филлипс осыншалықты 300 килограммнан асатын весті жинап алып, оның үстіне не то чтобы тамақ жеу, орнынан өзі тұра алмайтын жағдайға жетіп, осының барлығын көре тұра осыншалықты деңгейге дейін түсіп, неге қазір басына қой мен азайын деген ойлар келіп, осындай жағдайдан кейін ғана ақылға келіп отыр деген сұрақ. Мұның барлығын біз басынан бастап Кристина неге бұндай жағдайға жетті деген сұраққа жауап берейік. Кристина Филлипс қарапайым америкалық отбасында дүниеге келген. Бірақ оның әке-шешесі постоянно бір-бірімен ұрсатын. Неше түрлі сылтауларға бойлы айқай шу деген дүниеден арылмайтын отбасы. Осының барлығын көрген Кристина, тіпті әкесінің анасына қол жұмсағанына дейін көретін Кристина үлкен бір стрессте жүреді. Сол стресстің барлығын жап-жас бүлдіршін қыз өзін тамақпен басатын. Ойлаңыздаршы, көз алдарыңызға елестетіңіздерші, 12 жасында 12 жасар қыз, 5-6 сыныптың қызы 130 килограмм болған весі. Ал 17 жасына таман қалай 180 килограмм болып, ал 21 жасына қарай ол вес 300 килограммға дейін өскен. Ойлаңызшы, 21 жастағы қыз 300 килограмм. Бұл бейшара қыздың тіпті мектеп кезде өте қатты ауыр халде өткен ғой. Бүкіл класстастары үстінен күледі, семізсің дейді, сен анаусың дейді, сен мынаусың дейді, тіпті шошқаға дейін теңейді. Уже анау даже мектепті бітіргеннен кейінде не жұмыс істей алмайды ғой, орнынан тұрамайды. Ойлашы, даже анандай жағдайға жеткен ғой, уже тамақты трубочка арқылы ішеді, өйткені уже асқазаны отказ беріп атқан жағдайға дейін жеткен кезде Америка құрама штатында я вешу 300 килограмм деген, яғни менің салмағым 300 килограмм деген бір бағдарлама осы қызға көмектесуге келеді ғой. Енді қазір бәрі ойлауы мүмкін: ой, бағдарламаның арқасында, наверное, масқара азып кеткен шығар, кәдімгідей вес тастап, бір жылдың ішінде күшті болып кеткен шығар. Жоқ, достар, бұл қызда бағдарламаға кіргеннен кейін де қиындықтар, масқара көп болды ғой. Жаңағы вес тастап келе жатып, диета ұстап келе жатып, қайтадан жеп кетеді, қайтадан стресске түсіп кетеді, не істерін білмейді. То вроде нормально тасталып келе жатыр да, қайтадан өзін ұстай алмай қала береді, береді, жылай береді, түңіліп кетеді. Бол, тастайыншы, мен ешқандай қолымнан келмеді деп қаншама уақытын сарп етеді. Сіздер ойлап қалмаңыздар, ана видеолардағыдай, ой, 5 айдың ішінде мен вес тастадым. Жоқ, 5 ай емес, 5 жыл уақыты кеткен ғой. Ойлаңыздар, 5 жыл уақыт көз алдарыңызға келістіріңіздерші. 5 жылдан кейін мынандай толық қыздан мынандай әдемі сұлуға айналып кеткен ғой. Өмірі кәдімгідей өзгеріп, жігіт тауып, ол жігітпен тұрмыс құрып, тіпті қазіргі таңда кейін бала көтеріп, қазіргі таңда керемет отбасы болып отыр. Түсінесіздер ме? Бұдан шығатын қорытынды қандай жағдай болмасын, қандай қиын ситуация болмасын, сізді біреу келекей етіп үстіңізден күліп, сен қолыңнан келмейді, болды, таста деп жатса да, бұл обязательно веске қатысты емес, любой жағдайға қатысты. Ешқашанда жеңілуге болмайды, қолыңды төмен түсіруге болмайды. Сен ешкімнен кем емессің және сенің қолыңнан
барлығы келеді. Сен красавчысың. Дәл осы оқиғаны көріп, дәл осы оқиғаны естіп, сен өзіңнің жағдайыңа, өзіңнің ситуацияңа шүкіршілік етіп, алдыға қарай басып, алдыға қарай жүріп, бүкілін қолыңнан келтіруге құқылысың. Сондықтан да жеңілме бауырым. Дәл осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде тіркеліп қой.